Мал жіліктерінің атаулы мен олардың символдық мәні. Қазақ халқының дәстүрі мәдениетінде мал жіліктерінің ерекше символдық мәні бар. Әрбір жілік адамның өмір кезеңдерін, қоғамдағы рөлін және дәстүрлі құндылықтарды бейнелейді. Бас жетекшілік пен басшылықтың символы, үлкен ақсақалдардың сыйлы асы. Бас балмақ оңай, бастымақ қиын. Жамбас үйдің тірегі, үлкендерге құрмет көрсету белгісі. Баспен бірге жүретін кәделі жіліктердің төресі. Жамбасы жақсы үйдің жақсысы көп. Үшінші, белдеме. Отбасы ата-ана мен балалардың арасындағы байланыс, қосымша сыбағаның толықтаушы. Белге біткен қынаның егілгені жақсы. Белге біткен баланың ер жеткені жақсы. Төртінші, сүбе қабырға. Адамгершілік пен мейірімділіктің нышаны, кәделі жіліктердің жолдасы. Сүбе сүйек, сүттей ақ. Бесінші, қара қабырға. Қорғаушы, отбасы мүшелерінің бірлігі, табақ толықтырушы. Қабырған қатты болса, қамал бұзар. Алтыншы, төстік. Батырлық пен күштің белгісі. Төс үлкен болғанмен жүрек кіші. Жетінші, жая. Қоғамдағы бедел мәртебе, сыйлы қонақтың ең дәмді асы. Жаясы жақсы үйдің байлығы көп. Сегізінші, ортаншілік. Орта буын өмірдегі ересек кезеңі, олардың сыйлы сыбағасы. Ортаншілік, орта буын. Асық жілік. Тоғызыншы, ептілік пен сақтықтың белгісі, күйеу мен келін сыбағасы. Асық ойнаған азар, топ ойнаған тозар. Төстік. Оныншы, рухани байлық, күйеу асы. Төстікті төске қойсаң, төселеді. 11-ші, құйымшақ. Тұрмыс деңгейі мен қоғамдағы орны, малшылар асы. Құйымшақ майы тамшыласа, жылқы малы көбейер. 12-ші, кәржілік. Төзімділік пен шыдамдылықтың белгісі. Бақ дәулет сақтаушы, қариялар сыбағасы. Қарты бар үйдің қазынасы бар деген екен. 13-ші, жаурын. Ерлік пен батырлықтың, күш-қуаттың символы. Балуандардың сын асы. Жаурынды ер жүгін көтерер. Бұл мүшелердің атаулары мен олардың символдық мәндері қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрлі дүниетанымында терең орныққан. Бұл дәстүрлер қазақтың қонақжайлығы мен адамгершілік қағидаларын айқын көрсетеді.